Тек бетін қақпайлап, сырттай бақылап қана қос болып жүрдік. Оған да мұрға жоқ. Айдың 20 күнінде сыртта, вахтада жүрем. Үйде болатын уақытым 10 күн. Сол 10 күнде-ақ оның талай былыққа батқанын, талайға қарыз болып өтірік айтып, жалап жүргенін біліп қалам. Үй маңындағы дүкендерге кірсем, бәрі әйеліңіз пәлен теңге қарыз алып еді, пәлен уақыттан бері қайтармай жүр деп сайрап қоя береді. Құлағым тыныш болса екен деп амалсыз жанымнан төлеп құтыламын. Үйге келгесін әйелді қыспаққа алам. Содан шаң-шұң ұрыс керіс басталады. Өзім қара су ішсем де адалдап ішкім келетін адаммын. Қулық, сұмдық, алдау, арбау дегенді суқаным сүймейді. Жамандығы өзімнен кетсе де жақсы ғой. Оның сұйықтығы, алаяқтығы балаларыма да жұғысты болғанын білгенде тіпті қаным қарайды. Үйдің кепілдікке қойылғанынан әлі хабарсыз кезім еді. Бір күні вахтадан келіп демалып жатсам, телефон шылдырлады. Алыстан қоңырау шалып тұрған қыз баланың даусы онсыз да әлсіз жүйкемнің талшықтарын уыстап үзіп жібергендей болды. Ұялмайтын адам екенсіздер. Қардер болып сұрап тұрғасын, курстас қыз ғой деп жаным ашып, сонша ақшаны анамнан алып беріп едім. Барған бойда поштамен салып жіберем деген. Міне 4 ай өтті. Әлі жоқ, деді бейтаныс қыз. Біреу төбемнен қайнаған су құйып жібергендей, тұла бойым оттай жанып, қан қысымым көтерілді де кетті. Иттен туған күшік, ұқсамасаң тумағыр, сен де алаяқ болайын дедің бе? Бүйтіп жаманатқа қалып жүргенше өзім-ақ жер жастандырайын деп қатты кейідім. Қол көтермек болғанымен ағалары мен шешесі араша түсіп айырып алды. Содан алаяқ қыздың қарызынан құтылу үшін астымдағы көлігімді саттым. Жұт жет ағайынды демекші, жамандықта жалғыз келмейді екен ғой. Жаяу қалып, автожолды кесіп өтпек болып, жолақ өткелден шыға бергенімде сол жағымнан заулап келген үлкен қара машина қағып өтті. Қатты келе жатқан көліктің екпінімен 3-4 метр биіктікке ұшып бара жатып, бекет ата деп қатты айғайлап жібергенімде есімде. Содан соңғысын білмеймін. Дүниеде ең жақын адамдарының ит құрлы опалы бола алмағандары қинайды екен. Кейін көршілерден естісем, мен бір ай ауруханада жатқанда итім құса болып ас татпай жатыпты. Машинаның аст-үстіне шығып, жан таласа күтумен жүріпті. Ауруханадан келгенде есі шығып қуанып, үсті басымды жалап, ауланың ішін айнала жүгіріп жазылып кетті. Өзі бір ақылды ит. Сол ақылдылығынан өзенде тұрғанда талай рет ит атушылардан да аман қалып еді. Ол кезде ит атушылар көп. Солардан қауіптеніп таңертең үйден шықпа, шықсаң сені атады, аямайды деп өзімше қолымды шошайтып, маңдайына мылтық кезеген болып, тілім жеткенше түсіндіріп айтып кетем. Соны тыңдап ақылды көздерімен түсіндім. Алаң болма, айтқаныңды істеймін деген сөздерді ұқтырғандай болады. Шынында да мен кетісімен ұясынан шықпай, үйшігіне тығылып алып, тырп етпей жатады екен. Даладағы адамда шаруасы жоқ, бірақ бөтен адамды аулаға кіргізбейтін. Сол итімдей де болмады бала-шағам. Ақыры бүйтіп жүре берудің жөні жоқ екенін түсінгендей болдым. Себебі тағдырдың басқа салғанына көнуден басқа жол жоғын әбден мойындап қойғанмын. Бір күні пойызда келе жатып, осы күнгі келіншегіммен таныстым. Түсі игіден түңілме деген бар емес пе? Дидары ашық, шырайлы келіншекпен сөйлесе келе жалғызбасты екенін білдім. Жататын үйіне дейін шығарып салып, хабарласып тұрайық деп телефон нөмерін жазып алдым. Қарсы болған жоқ. Содан кезігіп жүрдік. Жалғыз ілікті әйелден қолдан келген көмегімді аямадым. Өзімді мүсіркейтін жан іздеп жүрсем де еркек атым бар ғой. Бөрі арығын білдірмес, арқа жүнін қампайтар демекші, сырттай дүрдиіп жүруге тырысамын. Тірліктің таусылмас жоғы пендені бір-біріне кіріптар етпей қояма. Інімнің үйінде жүріп, табысымды жинап, бір ескілеу көлік алғанмын. Сонымен келіншектің оны-пұны шаруасын тындыруға қол ұшын беріп жүрдім. Сөйтіп жақын араласа жүріп, біріміздің сырымыз бірімізге аян болып қалды. Ақыры кең отырып, бәрін бастан аяқ жайып салдым. Сірә белгілі болатын заттың несін жасырайын. Сонымен басыңды ауыртып, не керек қосылып тындық қой әйтеуір. Қадірімді білетін адам. Соған да шүкір, Аллаға. Әйелден аузым күйген қасқамын ғой. Әуелі келіншегіме сенбестік білдіріп, айтқан әрбір жылы сөзіне күмәнданумен жүрдім. Бірақ міне 5 жылға аяқ басты. Бір шыпасы білініп өтірігі шықпады. Өзім қалағандай адал, ақпейіл адам. Аздап аңқаулығы бар, бірақ кісіге қиянаты жоқ. Азаматым деп сыйлап алдымнан кесіп өтпейді. Сонысының өзі не тұрады?
жағдайың жақсарып келеді екен, енді біртіндеп бәрі ұмытылар. Әй, сол ұмытылмайды-ау, деді біраз үнсіз түйіліп отырған жігіт ағасы. Мен бар мұрамнан айырылған, бар қазынамды тонатқан адаммын ғой. Кейде сол жанымды шырқыратып, көрер таңды көз ілмей атырам. Тағдырдың жазуы солай болды ма, тіл көз бе, кім біледі, әйтеуір өткен өтті. Үйленбес бұрын жаным ауырып қиналып жүргенде психолог дәрігерлерге барып, пікір кеңес алып, бар жағдайымды айтып едім. Әй аға, мықты екенсің, деп ұшып тұрып қолымды алды. Әйелінен ажырасқан еркектің көбі ішіп кетеді. Сіздейлер сирек бұл өмірде. Алла тағала сүйген құлына сынақ береді. Оны жеңген адамға бәрін береді дейді екен білімпаздар. Енді сіздің бар тілегіңіз орындалады деп көңілімді бір көтеріп тастады әлгі мың болғыр жігіт. Кейіпкерім өз әңгімесін психолог маманның осы бір ауыз сөзімен өзі түйіндегендей көрінді. Шынында да өмірдің сынына ұшыраған пенденің болашағын болжап, жорамал жасамайды-ақ, пенденің дегені болмайды, Алланың қалауы болады деп даналыққа жүгінген жөн секілді. Иә, айтпақшы, қазіргі келіншегіңіз бір ауыз сөзбен айтсам бақыттымын.